Балаңыз әр түрдегі домбыра күресіне барып домбыра үйреткен болса, сөзсіз балаңызға жақсырақ домбыра алып беріңіз. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Ерлан мұғалім ойын парақшасына қош келдіңіздер. Өздеріңізге осы ойында көптеген мазмұндармен қамдап тұрушы едім. Осы жақын уақыттан бері үзіліп қалды. Бүгін осындай бір тақырыпты қозғап отырмын. Өздеріңізбен біраз пікір алысып, егер осы айтқан сөзімді мақұл көрген болсаңыздар, осы кескін аяжана сөз қалдыру аймағына сөздеріңіз қалдырып етіңіздер. Мен де осыны көргеннен қайтаратын боламын. Енді бүгінгі қоятын тақырып болатын болса, біршама ұзағырақ болуы мүмкін. Егер домбыра үйреткен балаңыз болса, достарыңыздың баласы домбыра үйреткен болса, осы кескінді жүрек беріп, сөз қалдырып, және осы достарыңызға жолдап қойыңыздар, барлықтарыңызды бірге көріңіздер. Ал енді мен болсам домбыра үйретіп жүрген ерлан бауырларыңыз боламын. Осы торапта болсын, бетпе-бет болсын, осы топтарда жұбы қылып, яғни ойында жұбы қылып сабақ жүрген ерлан бауырларыңыз боламын. Ең алғаш осы 2016-2017 жылдары бірінші рет торапқа домбыра сабағын шығарған осы ерлан бауырларыңыз мен боламын. Яғни жеті білім торабында шығарған болатынмын. Сол кезде көптеген оқырмандар иеледім. Сонымен қарата артынан ауыса келе осы ойынға жайғасқан болатынмын. Ал енді бүгінгі қозғайтын тақырып мына жоғарытындағы үш тақырыптан болады. Біріншісі, не үшін ерлан мұғалім бізге баламызға жақсырақ домбыра алып бер деп айтты. Екіншіден, баламыз ұзақ уақыт болды үйренгелі, домбыра теңшегенді ұқпайды. Ал үшіншісі, баламыз домбыра күреске бергелі 15 күн болды, 20 күн болды, 1 ай болды, 2 ай болды, не үшін осы домбыраны әлі түзеп шерте алмай деген сияқты сұрақтарға мен осы жерде мұғалімдер қатарынан өздеріңізге біраз жиып терген тәжірибемді айта кетпекшімін. Ал енді бірінші сұраққа келейік. Жақсырақ домбыра алып беріңіз деп айтып жатырмыз. Өйткені домбыраны балалар не үшін үйренеді? Біріншісі, бұл енді көптеген аталардың ойында жүрген ой, ол өзіміздің ұлттық аспабымыз, біздің ұрпағымыз білу керек. Ал бұл үлкен тақырып. Ал екінші тақырып болатын болса, бала домбыра үйреткен кезде сіздердің үйлеріңізде көптеген домбыралар бар енді, жоқ емес. Ол енді домбыраны әр түрге бөлуге болады. Біреуі шағылып қалған домбыра, біреуі арт жағын желімдеген домбыра, шанағын. Енді біреу беткі бөлімі желімдеген домбыра, кейбіреу мына мойнынан үзіліп қалған домбыра желімдеген домбыралар. Кейбіреуінің пернесі толық емес домбыралар болады. Сол домбыраларды балаңызға бересіздер, балаңыз домбыра күреске жібересіздер. Жібергеннен кейін бала сонымен үйренеді. Ол бірінші үйренген тәсілі. Екінші үйренген тәсілі бала өзі қызыққан. Ол қызыққан екі түрлі жағдай болады. Бірінші жағдай болатын болса, ол өзінің айна аумағындағы жүрген үлкен кісілердің, я болмаса туыстарының баласының домбыра шеккенін көріп. Енді бірі өзінің осы домбыраға қызығуы өздігінен оянған балалар барып домбыра үйренеді. Екіншісі, мына торапта әзір не көп, осы домбыра шеккен адамдар көп, осы домбыра шеккенін көріп, олар ерекше жақсы жетеді. Содан кейін оны көргеннен кейін бала қызығады. Не деген тұнық шертеді, не деген әдемі шертеді, қолдар не деген жүреді, мен де сондай шертсем деп ой пайда болады да. Содан кейін барып домбыра күреске барады. Ал барғаннан кейін сіз оған енді бір жаман домбыра беріп қойсаңыз, жаман домбыра қандай? Жаман домбыра деген кезде ол енді сіздердің үйлеріңізде бәлкім ұлы аталарымыздан, ата бабаларымыздан жалғасып келе жатқан домбыра болуы мүмкін. Бірақ әзіргі заманда домбыра көбінесе біз базарда жүрген 19 пернелі домбыраны сетеміз. Одан кейін оның жасалуда барлығы негізі жақсырақ домбыралар сетеміз. Өйткені олай айтып отырған себебім, бала ең алғаш домбыраны бастап үйренген кезде домбыраны ұстап отырғаннан бастап үйренеді. Ал одан кейін бар осы домбыраның шыққан дыбысына біз осы сезімін ояту керек. Осы балалардың сезімін, дыбыстары тұнық естігеннен кейін барып, сол балалар дыбысы, до дыбысы былай екен ғой, со дыбысы былай екен ғой деген сияқты ой пайда болады да. Содан кейін барып ақырын ана күйдің музыкасының мелодиясына және осы музыкалық тілдердегі, музыкалық білімдегі мына жеті дыбысқа деген танымы біртіндей тереңдей түседі. Ал домбыраны дыбыс жақсы шықпайтын домбыра беріп қойсаңыз, ол дыбыстар тұнық болмайды. Кейбір пернелері өте жылжып кеткен, дұрыс емес. Содан кейін кейбір домбыралардың дыбысы анық шықпағаннан кейін баланың домбыра үйрену ынтасына негізі әсерін көп тигізеді. Сондықтан мен сіздерге жақсырақ домбыра алып беріңіз деп отырған себебім осы. Ал енді екіншісі, домбыра теңшеуді білмейді дегенің. Және кейбір домбыралар көне болғаннан кейін оның құлағы тез босап кетеді. Біз ол жерге қақырып түкіріп жүрген домбыраның құлағын бүйтіп қатайтамыз. Сонымен жақсырақ домбыраның өзі домбыраның құлағын бұраған кезде сол жерде қатады, тұрады өзі. Бұрасаңыз бұрады, бұрамасаңыз бұралмай тұрады. Сондықтан домбыра теңшеудің бірінші шарты сол домбырада, екінші шарты бұл домбыра теңшеуде біз
бала домбыра курске келе салған бірінші күннен бастап үйретпейміз. Оны біраз уақыт домбыраны тағы пенелерді басып, дыбыстарды сезіндіп, мына дыбыс былай екен ғой деп былай басып шертіп көріп, одан кейін барып жаттығу балалар әнін үйренгеннен кейін барып, біраз бір-екі күйдің басын қайғаннан кейін барып, ана баланың дыбысқа деген музыканың толымдық, яғни басынан ақыр толық музыкасына деген сезім пайда болғаннан кейін барып, осы балаға домбыра теңшені үйретсек болады. Ана дыбысқа теңшеледі екен ғой, мына дыбысқа теңшеледің ғой. Мына дыбысқа теңшелесе қате болып қалады екен ғой деген сияқты сен таным пайда болғаннан кейін барып, осы балаға домбыра теңшені үйретеміз. Ал үшіншіден, баламыз үйренгелі неше күн болды, әлі домбыраны үзіп шерте алмайды. 1 ай болды, 2 ай болды, әлі осы бір күйде жүр. Енді ол бала ең алғаш домбыра ұстағаннан кейін, ол бұрын домбыра ұстап жүрген адам емес, ең алғаш ұстап отыр. Сіз ең алғаш жол жүргенде қалай жүрдіңіз? Ең алдымен екпеттедіңіз. Одан кейін ақырын тұрдыңыз, одан кейін жүрдіңіз. Сол сияқты бала домбыра үйренуде сондай. Ең алғаш домбыра үйренген кезде біз оған лайықты келетін күйлерді үйретеміз. Ең алғаш қысқа әндерін, мысалы жар, еркемай, одан кейін жұлдыздар, я болмаса бірнеше бір оңай келген жаттығулар, қысқа соларды барып үйренгеннен кейін барып, ақырын бір көлемі біршама ұзын келген күйлерді үйретеміз. Бұл үйрену барысында көптеген машық керек. Бір күйді үйреніп болғаннан кейін оны кем дегенде 2-3 күн, 4 күн, 5 күн машық қылу керек. Машық қылып, әбден тауысып болғаннан кейін сол күйді, одан кейін барып екінші күйді үйренсе болады. Сондықтан баламыз ойбай үйренгелі 10 күн, 20 күн болды, әлі бір күйде жүр деген сияқты танымнан біраз арылыңыздар. Мен де осы мұғалімдер тұрғысынан өздеріңізге домбыра үйреткен балаларыңызға деген, және осы домбыра үйреткен ата-аналарға деген бір кішкене тәжірибемді айта кетпекшімін. Енді бір тағы бір жайтта, енді ата-анадан баладан көруге болмайды. Баламыз үйренгелі неше уақыт болды, әлі бір күй, 2 күйде жүр деген сияқты. Бірінші жағдай жаңағы мен айтқан жағдай. Ал екінші жағдай болатын болса, бәлкім сол мұғалімнің үйретуінен болар. Мұғалім жақсы үйретпеген болуы мүмкін. Я болмаса мұғалім өте көп оқыс жинап алғаннан кейін сол бірен-саран балаларға уақытын бөле алмай қалған болу керек. Үйрете алмай қалған болу керек деген сияқты. Осындай жағдайлар болады. Ол жағдайды енді өздеріңіздің іс жүзінде жағдайға қарай партай білсеңіздер болады. Менің жерде мен мұғалімнің сөзін сөйлеп, я болмаса ата-ананың баланың сөзін сөйлеп тұрғаным жоқ. Осындай бір құбылыс болғаннан кейін мен осы жерде бір кішкентай тәжірибемді сіздерге айта кетпекшімін. Барлықтарыңыз осындай домбыраны жүйелі, әлі дұрыс, әлі нығым қадымменен үйренсін десеңіздер, балаңызды асықтырмаңыздар. Мейлі бір күй үйренсе де, 2 күй үйренсе де, ол күй толық игерді. Мыңның түсін білгенше бірдің атын біл дейді. Сол сияқты 1000 күйді үйреніп алғанмен бір күйді дұрыс жетілмаса, онда балаңыз негіз домбыра үйренген нөлге тең деп айтсаңыз да болады. Ал жоғарытындағы менің Ерлан мұғалімнің өздеріңізге беретін ешқандай біраз кішкентай пікірі, егер артық кетсе дәнін алып қауызын ұстаңыздар, егер кем қат қалған жерлер болса астағы пікір алып аймағына қалдыра кетіңіздер. Көп рахмет.